өнерсүйер ағайын, қадірлі көрермен. Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясы биыл еліміз бойынша тойланатын атаулы мерекелерге арналған концерттер желісін жалғастырып отыр. Бүгінгі кешіміз КСРО халық артистері Ришат Муслим Абдуллиндердің 105 жылдығы, СССР-дің халық артисі, Қазақ СССР-ның мемлекеттік сыйлығының лауреаты Ермек Серкебаевтың 95 жылдығына арналып отыр. Ендеше осынау қазақ ән өнерінде өздерінің өшпес орындары бар өнер қайраткерлерінің шығармашылығын насихаттауға арналған ән әлемінің дарабоздары атты онлайн концертімізді бастауға рұқсат етіңіздер.
әдемі галереясын жасаған ол Ермек Серкебаев. Ол сомдаған образдар арасында Ұлы Абайдың тұлғасы Брусиловский мен Рахмадиев операларындағы ертарғын және алпамыс образдары бар. Оның репертуарында сондай-ақ қазақ, орыс халық әндері, камералық шығармалар орын алған. Ол қазақтың вокалды қазіргі замандық музыкасының үздік орындаушысы болды. Ермек Бекмұхамедұлы Серкебаев Румыния, Пәкістан, Франция, Үндістан, Қытай, Бельгия, Куба, Швейцария, Швеция, Финляндия және де тағы басқа елдерде өнер көрсетіп, қазақ әндерін қалықтатқан. Бүгінгі кәсіби қазақ сахнасында ойып тұрып орын алар тұлға ол Әлібек Мұсалы Дінішев. Бүгінде Ришат, Мүслім Абдуллиндер, Ермек Серкебаев сынды қазақ өнері мэтраларының ізбасары іспеттес, кәсіби қазақ сахнасының майталманы, кейінгі жастарға үлгі болып жүрген КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Әлібек Дінішевте биыл мерейлі 70-ке толып отыр. Оның әкесінің арғы тегі біздің Казталов ауданының тумалары екенін біреу білсе, біреу білмес. Ата-анасы бала Әлібекті Әміре Қашаубаев атындағы музыкалық мектепке оқуға беріп, оны аккордеон аспабында ойнауды игерді. Ол 1977 жылы Бразилияның астанасы Рио-де-Жанейро қаласында өткен вокалистердің халықаралық конкурсына қатысып, елге таныла бастады. Кезекте Әлібек Дінішевтің репертуарынан тамаша ән. Пойдем с тобой.
попала случайно в тревоге мирской суеты. Тебя я увидел, но тайно твои покрывала черты. Ты лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной сирени, как море играющего. Мне с тобой понравился тонкий и весь твой задумчивый вид, а смех твой грустный и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. Часы одинокие ночи, люблю я усталый прилечь, я вижу печальные ночи, я слышу веселую речь. И грустно я грустно там засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Раскутали альбухары, золотистые края, на призывный стон гитары выйди, милая моя. Всем, кто скажет, что другая здесь равняется с тобой, всех любовью сгорая, всех зову на смертный бой. От лунного света зардел небосклон, а выйди не с этого, скорей на балкон. От Севильи до Гренады, тихом сумраке ночей, раздаются стеленады, раздаются стук мечей. Много крови, много песней, для прелестных льется дам. Я же тонет во всех прелестный все песни кровь мою отдам. От лунного света зардел небосклон, а выйди не с этого, скорее на балкон. Я прошу тебя, слушай над морями и сушей, слушай и над летом и стужей. Ты
слышишь слова мои, объяснение любви. Я люблю, и не спит шар земной, и весь мир повторяет за мной. Я люблю, и в любом краю слышишь ты, я люблю, я люблю. Bir sendek sarsarım Siyirmin hayalım sana En sağlam elinge жатсам Siyirmin benim siyirmin Gülürken siyirmin Siyirmin Дегенде шапимая, шапимая, атырды талға байла. Келдім жаяу, ақ үйге алшаң басып кіріп келсе, шапиқы жатыр екен, ұйқалы ояу. Ай сәулесі нұрын төгеді, шапиқы сәлем айтып, келсін деп еді. Шолған айдың көлде аққудай болып
встретился и думать не додумался, что встречу я тебя. И думать не додумался, что встречу я тебя. іздегенде табылатын қасында көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүдейді кім бар жақын бала күнгі досыңнан. Жан досым өстен болсын мерейім, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, шырымызда бітпесін, шырымызда бітпесін. Қос бұлағы секілденіп ағаштың, қатар тұрып гүлімізді санаштық. Жол тапсақ біз бірге жүріп жол таптық, адассақ та бірге жүріп адастық. Жан досым өстен болсын мерейім, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, шырымызда бітпесін, шырымызда бітпесін. Шырымызда бітпесін. Өмір зар қысқа шықса да, бәрімізді қияларға жұмса да, қатар ұшқан құс құса да әлде біз қатар жанған екі шамға ұқса да. Жан досым өстен болсын мерейім, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, шырымызда бітпесін, шырымызда бітпесін. Жан досым өстен болсын мерейім, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, шырымызда бітпесін, шырымызда бітпесін. Если б я сквозь ночей тишину мог войти в царство дремлющих звезд, я бы взял осторожно луну, ее на руках к нам на землю принес. Пусть она светит всем, как волшебная
ночи. Пусть ее яркий свет освещает влюбленным пути. Я хочу, чтоб меня ты ждала, веря в то, что к тебе я приду. Знаю я, что покажет луна, починары тот дом, где тебя я найду. Пусть она светит всем, как волшебная лампа в ночи. Пусть ее яркий свет освещает влюбленные пути. За луною с тобой мы пойдем в час ночной мимо спящих домов. И она, нас увидев вдвоем, улыбнется светло и поет все без слов. Пусть она светит всем, как волшебная лампа в ночи. Пусть ее яркий свет освещает влюбленные пути. Қадірменді өнер сүйер көрермен, осынау келіп жеткен шуақты көктем мерекелері құтты болсын дей отырып, концерттік бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Ағайынды Ришат және Муслим Абдуллиндер қазақ ұлттық өнері тарихының қалыптасуына зор үлесін қосқан тұлғалар. Олар қазақ тыңдармандарына орыс және шетел классиктерінің туындыларын орыс және қазақ тілдерінде жеткізген музыканттардың бірегейі болып табылады. Ағайындылар Қазақстан үшін жаңа жанр, қазақ әндерін орындаудың вокалды дуэтін ұсынды. Абдуллиндердің репертуарлары өте кең және әртүрлі болған. Олардың ішінде Қазақстан аумағында тұратын көптеген ұлттардың әндері кірген.
Осымен КСРО халық артистері Ришат Муслим Абдуллиндердің 105 жылдығы, СССРдің халық артисі, Қазақ СССРінің мемлекеттік сыйлығының лауреаты Ермек Серкебаевтың 95 жылдығы және КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Әлібек Дінишевтің 70 жасқа толуына арналған ән әлемінің дарабоздары атты концертіміз өз мәресіне жетті. Амандық пен жүздескенше.